Үшінші есеп. Есептеңіз. Алымында және бөлімінде жақшаларdır. Және біз байқадық, ортақ көбейткіштері бар. Ендеше алымнан да бөлімінен де ортақ көбейткіштерді жақшаның сыртына шығарайық. Алымында ортақ көбейткіш 666. Онда 245 азайтылған 242 болады. Ал бөлімінде 111 жақшаның сыртына шығарамыз. 67 азайтылған 70. Бұдан 666 көбейтілген 245-тен 242-ні азайтсақ 3 болады. Және мұнда 111 көбейтілген 67-ден 70-ті азайтсақ минус 3 болады. Енді қысқаратындарын қысқартайық. 666 мен 111 111-ге қысқарады. Бөлімінде 1, алымында 6. 3 пен минус 3 3-ке қысқарады. Алымында 1, бөлімінде минус 1. 6 бөлінген минус 1 минус 6-ға тең болады. Демек нұсқалардың ішіндегі дұрысы Д нұсқасы.